Ассалаумағалейкум достар, бұл оқу керек еді жобасы. Бұл жерде біз сіздер оқу керек еді деп жүрген кітаптарды таңдап, оны қонақпен бірге талқылайтын боламыз. Жоба туралы қысқаша айтып кетейік. Көп адамдар қазіргі таңда байқасаңыздар кітап оқымай кетті. Біздің мақсатымыз бұл жоба арқылы сіздер может оқыған или оқымаған кітаптарды таныстыру. Не басқа мақсатпен келдің? Так, қысқаша түсінікті ғой? Түсінікті, маған түсінікті. В целом, біздің мақсат, чтобы сіздер бүгінгі выпускты көргеннен кейін Кітап оқып бастау керек қой, кітап оқып бастау керек. Кітап оқу қызық екен ғой деп. Просто кейбірлер даже ерінет, бір кітап оқу керек еді дейді, ерінетті. И біз мына жерде айтып береміз. Оқу керек еді. Одан кейін ол өзі полностью оқуы да мүмкін. Или просто тыңдай салуы мүмкін. Же бүйтеді да біздің выпусты көріп, мыналар оқыған ба точно, мен де оқымаймын онда десе. Бүгін бізде қонақта Аңсаған. Қошеметтеріңіз. Ал бүгін бізде жүргізушілер Асхат, Таха, Саха, Мәха десең. Тико. Қандай кітап, қандай? Қандай кітап? Деп сондай выпуск қозай. Бәрін оқып тастаған ба? Мына кітаптардың бәрін... Бәрі сырттары просто әртүрлі. Чисто случайно Асхат мына кітап таңдады. Случайно. Достар, бүгінгі кітабымыз Дэниел Киздің «Цветы для Элджернона». Дэниел Киз. Сәбит Мұхановтың «Ботагөз» деген сияқты айттың күшті қылып. Сәбит Мұқанов болмаса да. Неге бұл кітапты таңдадық? Өйткені бұл кітапты оқығаннан кейін қатты ощущение болады. В целом, кітап оқу керек деген. И эмоция бірінші бетінен бастап, соңғы бетіне дейін. Смайлик деші. Сен оқыдың ғой, ә? Мен оқыдым. Мен оқыдым. Мен тыңдаймын қазір. Мен вообще оқымағам. Жалпы кітап па или? Жалпы кітаптан бір-екі кітап оқығам. Болды. Мынау қызық болады сияқты. Короче, сен соңында андай оқып кету керек қой, оқимын деп кетуің керек қой. Или оқымаймын. И бастамай тұрып бір сұрақтан бастайық, соңғы оқыған кітабын. Имани гүл деші. Не считай блеск куртизанок деген. Не дейді? Қыздарға жақын нәрселерді көп оқимын. Блеск? Блеск и нищета куртизанок деген. Эскортницалар туралы ма? Иә. Серьезно ма? 17-ші ғасырда. Мына біраз жігіттер оқиын деп тұр ғой. 17-ші ғасырдағы эскортницалар? Жоқ, короче. Может, нан емес соны? Короче, короче, андай жүзікші болып істеген, иә. Бірақ бір жігіт жақсы кетіп Жүзікші или қалады да, жүзікші? и қойып кетеді. Жүзікші дейді. Жүзікші деді негізі. Жүзік істейді. Мынау жақсы ғой, прикольно. Давай ананы тасташы. Бірақ ол аяғы бақытты болып бітпейді, сол себепті оны оқымай қоюға болады. Онда керек жоқ. Жоқ, біз басын ғана оқимыз, қайталап оқи береміз. Күшті жерлерін алқауға болады. Болды сол жерлерін. Аңсаған, соңғы оқыған кітабын. Күміс кітап. Серьезно ма? Шын, одан алдын 6 кітап оқыған десе. Жоқ, аты күміс. Иә, күміс кітап. Кім авторы? Не туралы жазған? Иә, авторын ұмытқанмын ше. Қазақша ма? Иә, қазақша. Красавчик. Талғат, соңғы оқыған. Күміс кітап. Жылдам оқудың 5 жолы дейтін кітап оқыдым. Ничего, бітірдің ба? Жоқ, әлі. Ортасына келдім. Ұзақ. Бірінші жолында әлі. Бақытжан Бұхарбай. Жартан жыл өтті бірінші жолында. Бақытжан Бұхарбай. Бақытжан Бұхарбай. Ол біздің бәке, иә? Яғни танымайды. Бақытжан Бұхарбай. Мен кітаптарды до конца оқымаймын, жарт-жарттан. Мынаны айтайық ғой. Мен мынандай факт білемін, короче, сол 5 жылдам оқудың 5 жолы дейтін кітапта мынандай жазылған. До конца бітіру керек дейтін не болады ғой бізде? Ұлдарда иә болады. Ұлдарда, қыздарда. Сосын анандай нәрсе. До конца бітірмей ақ қойса болады. Ол если сен керек жеріңді алсаң, дальше. Иә, менде де солай болды. Мен мысалы үшін всегда 2-3 бетін оқимын да, болды, керек деп бітіре саламын. В целом, жобаның мақсаты, ол андай көрермендер көріп жатқан шығар, прямо сіздерді күлдірту, ондай мақсат емес. Қызықты болатындай уақыт өткізу, и в целом андай, как бір нәрсе істеп отырып, тыңдап, сондай. Подкаст сияқты ғой. Иә, мынау, короче, бәрін ойлап қалуыңыз мүмкін, да стендаптың жігіттері отырғаннан кейін бұл күлкі туралы болады. Иә. Серьезный болады, серьезностьқа өзім жауап беремін. Жауап беремін. В целом, бастайық. «Цветы для Элджернона». Бұл кітапты мен ең бірінші бетін бастаған кезде көзіме жас келді. оқи бастадым да, именно сразу андай қатеден басталады да. Мен қатені жақсы оқимын. Қазір, сразу бастайсың ба? Жоқ, мен бірінші оқимын, потом сен... Мен дұрыс деп ойлаған басында. Бірден деп айт. Өйстіп жазылады екен ғой. Док Штраус сказал, что я должен писать все, что имел в виду, қате болды ма, андай в целом, кітап дұрыс жазылмаған ба. И потом андай оқи бастадым да, бұл кітап, оказывается, ақыл есі кем
слабоумный дейді ғой, сол баланың кітабы екен. Бұл кітап оның күнделігі. Ол, короче, бастады 32 жаста пекарняда жұмыс істейді. Көмекші болып. Уборщик. Ну, былай, уборщик, көмекші. Уборщик. Барып кел, шауып кел деген сияқты. 32 жасында, и оған предложение түседі. Ол өзі андай мектепке, бір колледжға барып отырады, Беккер деген мектепке, для слабоумных. И сол кезде оның оқытушысы оны таңдайды. Бір экспериментке оған келіп, бізге андай слабоумный, бірақ экспериментке жақын бір адам керек. И сол кімді, біздің персонажды, Чарли Гордон, или Гордон, соны таңдайды. И оған андай айтады, сен өзінің бір любой ойына келген нәрселеріңді күнделікке жазып отыр деп. И сөйтіп ол қатемен бастайды. Мне 32 года, через месяц у меня день рождения. Ну, короче, андай. Кішкентай бала сияқты жазған. Кішкентай бала сияқты бүкіл сөздері қате. И сөйтіп мен мынау уже идеясы қатты ұнады маған, то что негізі 32-де. Негізі 32-де. 32-де. Дұрыс санаса, конечно. И сөйтіп қатемен жазу. Бір моментте дұрыс болып кетті, и оқығым келмей қалды. Вот біз Талат екеуміз оны бастаған соң, в целом бастайық, Талат, сен. Иә, анау Беккер дейді. Сен басқа кітап алған сен. Мен кез келген нәрсені упрещать еткен жақсы көремін. Бүкіл кітапты екі бетке жазып алдым. Екі ақ бетке сыйған ба? Екі ақ бетке сыйған. Соны ана Дэниел Кисан, әуре болып Короче, талғатқандай гений, екі ақ бетке сыйылсын. каждый кітап жазамын ойымшы. Каждый андай отчеты, ол андай каждый күні каждый отчет. Бүгін четверг дейді да, четверг күні мен бүйттім, сөйттім. Мен де оқығам, естіп шығар. Өзіңді ұрып отыр деп ойламадым. Басын оқыдым, да? Басын, но соңына дейін примерно түсіндім да. Ең бірінші отчеттың концовкасын оқиыншы просто сендерге. Жазып жатыр, типа, осылай доктор Штраус говорит, пиши все, что думаешь и что случается с тобой, но я уже не могу думать, и поэтому мне нечего писать, так что я закончу на сегодня. Искренне ваш Чарли Гордон. Андай мысль андай жоқты айтатын, сөйтіп жаза салды. Мен бүгінге не айтатынын білмеймін, сол үшін бүгінге бітті. Сіздердің Чарли Гордондарыңыз дейді. И сосын міне уже 4 март. Уже, я бірінші 3 март, 4 март сөйтіп өзінің мыслін жаза береді. 7 март күні операция істелген күн екен. Мен туған күнім ғой. 7 март. Сен толат жүргенде біреуге операция жасадық. Сөйтіп жалғастырып кетейін. Оның, короче, мамасы бар, әке-шешесі бар, и сестренкасы бар. Оларды бірақ ол білмейді, есінде жоқ вообще. Мамасы бар, әке-шешесі бар. Мамасы бар, жоқ, әке-шешесі бар, сестренкасы бар. Бірге тұрмайды, иә? Папасымен ажырасып кеткен. Сестренкасы бар, бірге тұрмайды вообще. Баяғыдан қазақ приютқа өткізіп жіберген. Ақыл ескем деп приютқа мамасы өткізіп жіберген. Приют деген ол жануарларды өткізіп. Бірақ оның дядясы бар. Сөйтіп дядясы оны папасының досы алып шығып, ең жақын досы. И ол айтты, типа, менің пекарняда досым бар, соған осыны ал жұмысқа. Сөйтіп бір нәрсе, какой-то бір жұмыс берді. Главное, жындыханаға өткізбесе болды, главное, қасында жүрсін, пекарняда жүрсін дейді, короче. Авторитетный болған ғой. Қалаулым. Сонда бірдеңе. Жаңағы анау арнайы мектеп бар ғой, бұл оқып жүрген. Ол жерде оны оқытатын мұғалім аты мисс Киньян, Алиса Киньян дейтін апа екен. Оқуды, жазуды үйретеді. И жаңағы анау профессорлар Немур мен доктор Штраус интеллект көтеретін эксперимент операция істегісі келеді ғой. Сосын кім бар деген кезде Алиса жаңағы кімді алып келеді ғой, Чарлиді. Чарлиді сұрайды өзінен, қалайсың ба деп. Ол кішкентай кезінен ақылды болғанды қалайды. И давай деп келіседі. Давай. Окей деген ғой, Окей деген. Сөйтіп, сен онда жаңағы отчетты бастай бер, күнде ойыңды жазып. Бастаған 7 март күні, жаңағыдай операция күні, оған дейін Элджернан дейтін тышқан бар. Ол экспериментті оған істеп қойған ол уже. И сол екеуін жарыстырады, тышқан екеуін. И жарыстырады, анау лабиринт бар, өзі сондай арнайы, ақыл тест ба не? И содан ұтылып қала береді тышқаннан, Чарли. Короче, экспериментте андай басы бар, и соны бар. Короче, басынан сонына дейін препятствиядан өту керек та, тышқанда сол, короче, өзінің өтетін жері бар арнайы. Ал кімде? Чарлида ол қағазда тура сондай, бірақ қағазбен, короче, өту керек. И ол ұтылып қала береді. Просто тышқан лабиринтін берсе, андай кішкентай ғана. Ана қалай өтім деп, болды ұтылдым. Ол да білмейді, өте алмаймын ғой деп. Всегда жынданады ғой Элджернанға, иә? Иә.
тышқанға тышқан чарли типа жынданады. сен ұта бересің дейді ғой, сондай бірдеңесі бар. Анау, короче, операцияға дейін оған тест істейді, мынандай тест, помнишь? тышқанды айтып берсе қайтты. Жоқ, тышқанға дейін мынандай болды. тышқан шауырды. тышқанға дейін бірдеңе жеп қойды. Мынау серьезный проект емес, күлкілі проект. серьезно емес екен, ренжімеңіздер. Бір қағаз, Бірінші көрттім деп. Қағаз деген осы. тышқанға дейін қағаз. Мұздай. тышқанға дейін оған қағаз берді. Қағазда андай сиямен неше түрлі жазылған. Вообще андай, мысалы біз көрсек, возможно, Сахид көрсе түсіншеді. Тико көрсе, возможно, түсіншеді андай бір какой-то бір образдар ғой. Фигура дейтін сияқты. Фигура сияқты. И соны Чарли андай өзінің фантазиясымен айту керек еді. Мен мына жерде мынаны көріп тұрмын. Мынау велосипедтегі бір нәрсе. А Чарли, короче, полный андай сия көреді да. Сосын оған басқа сурет көрсетеді, сия. Сосын не үшін көрсетіп отырсыз маған? Мынау бәрі сия ғой. Аны, короче, түсінбейді. тест Рошиха деген сияқты ғой. Иә. И, короче, соны түсінбегеніне жынданады. Сөйтіп, андай, оған... айта беріңдер. Саха Гитлерге ұқсайтын айырып отыр. В целом, сондай тесттер өткізеді оған. Пикардиядағы коллегалары бұған тарелка құлап қалса, или өзі құлап қалса, бәрі күледі. И ол ойлайды, что мен достарым, менімен бірге күліп жатыр. Иә. И өзі де күледі, түсінбейді. Мен сонда ойнайтын квенчиктер сияқты ғой. Бір нәрсе істесе жұмыста, типа, о, Чарли, біреу шірісе, типа, ансаған қателессе, сен Чарли сияқты болып кеттің ғой деп, бәрі прикол ұстайды да, анау, мен туралы айтып жатыр, мені жақсы көреді, мені бәрі жақсы көреді, бәрі менің достарым деп ойлайды. Бәрін өзінің достары деп санайды, короче. Шайдармандағандай. 7 март күні өзім операция секілді ақ көңіл, ешкімге жаман ойламайтын, ешкімді жаман ойлайды деп ойламайтын болып тұр ғой сонда. Иә. Иә, тілеген сен сияқты. Шарлмен бірдей тупой болып тұрсыңдар ғой. И операция істеп болады. Операция істеп болғаннан кейін, бір где-то кішкенеден кейін, бағана тышқаннан озат бұл. Жүгіріп. Тышқан қалай ол? Бағана сол тесттен IQ бойынша озып кетеді. И жұмыста болған не бар ғой, қамырды айналдыратын машинка бар. Соны Қамарубка. Соны айтады бәрі. Сен істеші, мынау істеші. Шірейді деп ойлайды ғой. Істеткізіп жібереді да, анау істеп жүреді, короче, соны. Операциядан кейін дальше пекарняда істеп жатыр. Пекарняда істеп жатыр. И істеп жүреді күшті қылып. Сосын оны повышение істейді жұмысында, бастығы. Помощник повара болып па? Помощник повара. Сондай сияқты. Иә, вроде, сондай. Басында ол соны сұрайды, мен неге повышение жасамайды? Уборщик болатын басында. Сол үшін оқасың. Помощник боласың. Сен специалист болсаң. Мобилограф. Пекарняны түсірді. Болғаннан кейін, ол операция жасағаннан кейін, сразу өзгермейді ода. Ол тура солай ойлары. Жынданады ғой. Жынданады, докторға айтады, неге операция жасалды ғой, неге мен әлі өзгермей жатырмын, неге мен интеллектім өспей жатыр. Интеллект деген сөз айтпайды, конечно. И доктор айтады, ол сразу өзгермейді, сен күт кішкене. Тышқаннан уже лучшысың деп. Потом барып тышқаннан уже не алады. Мен ана жерін. Кесіп тастаңдар өздеріңе. Сосын пекарняда жүр. Жұмыста Біз көмектесеміз бе десе. жүріп адам. Өзінің андай клоун екенін түсінеді жұмыста. Өйткені мұрнында бірден Айнаға қарайды, мұрны қызыл андай, шашын андай, мен клоунмын ба? Аяқ киімін андай. Джокер дейтін кино болсын. Неше ауыздан андай шайық шығады. Мұрат бұтырған бүн. Вообще познавательный несі ғой. Познавательный шықты. Жаңа басында Бізді шақырсаңдар осы. басында серьезный деп айтқан. Өйткені адамдар бүйтіп көріп отырады да, бір моментте қатты жыртылады ғой. А сен күлкілі проект десең күлкі күтіп отырады ғой. Күтіп отырады. Короче, ол андай мынау эксперименттен кейін түсіне бастайды. Андай оған бұрын прикол ұстаған нәрселерді ол түсінеді. Маған то, что адамдар прикол ұстады екен. Андай мен
клоун болдым оказывается. И андай бұрынғы флешбектер оған келеді. Бұл кезде маған былай айтқан кезде мынау үшін күлген екен ғой, мынау Иә. үшін биткен екен ғой деп андай осознавать етеді. Бұрын мен қателіктерді жасағаным, ол менің дұрыс типа мен Просто жұмысым күлкі емес деген болдым. сияқты. И адамдарға бұл жындана бастайды ғой бәріне. Сонда мына жерде сонда маған не прикол ұсталып тұр ғой Ненависть. деп жынданып бәріне. оның интеллекті өскенмен оның эмоциональный состояниесі бірақ әлі кішкентай баланікі сияқты ол сол кезде. И примерно апрельдің соңы жұмыста өзгеріп кеткен. Бәрі андай біртүрлі қарайды болған жұмысқа ше. Баяғы андай прикол тастай алмайды, уже анау жынданып кеткен. Біреу бір нәрсе айтса, ол уже бұрынғыдай күле салмайды. Типа, мен достарым уже типа андай Сен не сөз прикол қайтара соқтың ба бастайды. маған? Деген сияқты. Мен саған тупоймын ба не деп. И бәрі уже андай не очень қабылдайды оны андай бүйтіп. Мамасы есіне түседі баяғы ана ұрғаны, сондай нәрселер. Сестренкасы есіне түседі. Мамасы, короче, оның мамасы, оказывается, Чарли туылған кезде, ол қатты андай болған. Не хотела қабылдағысы келген жоқ, оның баласы ақыл есі кем екен. кем екенін мойындағысы келген жоқ, оны оқытты. Обычный қарапайым мектепке берді, Чарли сен оқи аласың деп. О, кешір. И андай потом аяғы ауыр болғаннан кейін оның тағы бір баласы дүние келді, жаңағы қарындасы. И сол кезде Чарлині беріп тастады деген сияқты ғой. И андай қабылдаған жоқ, что менен сондай бала шығуы мүмкін. Вот сондай обидасы бар екенін ол сол кезде түсінеді, жаңағы дамығаннан кейін. Брак производства, короче. И бұл енді есі кіріп жаймен келатыр ғой, нормально болып. Ертесі құсап. Ғашық болған сезімдері оянып, Алиса бар ғой анау, өзінің мұғалімі. Соған Алиса, играй. Алиса ғашық болып қалады бұл. Алисаны бірақ басында, ол ең басында ол мұғалім андай үлкен Апай деп ойлайды. апай, кәрі адам деп ойлаған ғой. А негізі Алиса одан кішкентай ғой. Ол 32-де болса, Алиса кәдімгі педколледжді бітірген, 25-26 адам. И сол кезде ол түсінеді андай, бұл Ничего такая. ничего такая деген сияқты андай қабылдап оған қырындай бастайды, короче. Пет колледжді кеш бітірді. И мамасы тапсырамын. анау енді сезімдері оянып жатыр ғой. И ондай мамасы сестренкасына бір зиян келмесін деп андай миына установка істеп тастаған ғой. Қыздарға вообще жолама деп. Кішкентай кезінен миына құя берген. И сол қалып қойған. Кім Алисаның қасына бір сөйлессе, қол тисе, шошып кетеді, короче. Флешбектер келеді. Сол үшін қатты жақындай алмайды ол. Сондай екен. Сосын жұмыста Екінші тарау. жұмыста, короче, Екінші бетін ашып. старший повар деген болған. И старший повар технично жұмыстан андай левый жасайтын. И оны ешкім айтпайды енді. Қамыр қалтасына салып. Бәрі левый алатын. И Чарли соны байқайды. Ол уже андай ақылы кірген соң, оны түсіне бастайды. И ол соны байқайды да, кімге бастық айтады. Мынау сөйтіп айтып жатыр, короче, мынау левый жасап жатыр деп. И сол кезде бәрі прям уже жек көріп кетеді да, все, Чарлині жұмыстан шығару керек деп айтады. И барлығы сөйтіп істеген соң, барлығы қарсы болған соң, амалсыздан оны жұмыстан шығаруға тура келеді, дұрыс па? Жұмыстан шығып кетеді пикаж. Жұмыстан шығып кетеді. Сөйтеді де Алисаға сөз салады бұл. Жұмысы жоқ па? Жұмысы жоқ қалай солай? Жұмысы жоқ дегенде, оған как бы мынау эксперимент, ол полный қорғалған ғой, как бы мемлекеттен Ақша төленеді. И ол, короче, каждый апта сайын барып отырады, воскресенье күні тест тапсырады, типа қазір интеллектім өсті ма, өскен жоқ па, короче, сондай каждый апта сайын барады и отчет жазады, короче. И сол кезде Чарли айтады, неге мен әр апта сайын келіп отчет тапсырам, еще мен саған сөзбен айтамын, докторға айтады. Давай мен просто отчет жаза салайын, сен соны оқы, мен сенің қасында бетіп ұйықтап отырамын дейді, короче. Короче, бұл умный болған сайын, неге мен онлайн жүре салайын? Претензиясы көп. Солай, онлайн. WhatsApp-ты вообще естігенсің Голосовой. Есіре бастайды, Иә, есіре бастайды. Андай уже логичный Қызық нәрсе. емес та уже оған. Андай басқа бірдеңелер қызық. Ақша көбірек төлеңдер. Қыздарға барғысы келеді деген сияқты. Бұл, короче, ақылды болып кетеді и адамдар бұны түсінбей қалады. Бұл да олар түсінбей кетеді ғой, в общем, өзі жалғыз. И Кітап оқиды. содан кейін бір уақытта ол, короче, Әлі тест тапсырып жүр ғой. тапсырып жүр. И ол түсінеді, что ол уже өзіне көмектескен профессорлардан андай умнее екенін байқайды. И сөйтіп олар
точный датасын айтайық, 10 июнь күні профессор Немур и Штраус доктор барлығы Чикагоға симпозиумға барады. Симпозиумның басты фишкасы ол әрине Чарли Гордон. Типа И Элджернон. И тышқан Элджернон екеуін Гордон ба, апарады. Гордон ба? Мен Гордон деп. Ана Гордон. Біз Мужчина, женщина, да. біз әртүрлі оқыдық. Сен де қалай ғой? Ана Гордон бар ғой, мужчина, женщина деген жүргізеді. Чарльз Гордон деп оқыдым мен. Ол Чарльз Гордон, мен Гордон. Мен Чарли дей берейікші. Мен Элджернон деп оқыдым. Жоқ, Чарльз Чарльз дейікші. Ол Но әртүрлі Элджернон деп кітаптарда әртүрлі болып жазылуы мүмкін. жоқ, біз ударение тұрып айтамыз. Жазғанда Гордон деп жазылып тұрады ғой. Просто ударение ғой мәселе. Оқылуы мүмкін десе әртүрлі. Жоқ, әртүрлі жазылуы да мүмкін. Иә. Гордон болмауы да мүмкін. Мүмкін. Иә. Серік болуы мүмкін. Джордан болуы мүмкін. Не, дұрыс айтасың, иә. Вообще кроссовки болып шығуы мүмкін. Вообще ішінде жоқ болып шығуы мүмкін ешнәрсе. И самолетта ұшып бара жатқан кезде симпозиумға Чарлиның есіне түседі, что мамасы оны емдеген кезде бүкіл папасының жинаған ақшасы болған, и папасы соған парикмахерский ашқысы келген. И бүкіл ақшасына ол алады да, соны Чарлині емдейді, и ол қолынан келмейді, сөйтіп папасы екеуі ажырасады, короче, сөйтіп сол кезде соның есіне түседі подробностьтары. И симпозиумда кім бар ғой? Немур докторы. Короче, андай сөздер айтады ғой. Типа, мен бұл Чарли тышқан, менің проектім, мен адам болдым. Тышқан. Стюарт Литлдан тышқан ғой. Ассалаумағалейкум. Өзің айта бер. Тысқан дейсіз давай, Стюарт Литл деп айтып отыр, Иә, очки бар. Элджернон деген аты бар ғой, Стюарт Литл. Кітапты тышқанның атымен қойып, Стюарт Литл дейміз. Легенда Стюарт Литл дейді. Давай. Стюарт Литл деген кім? Міне ғой. Тышқан ғой ана. Ақ тышқан ше? Повардың басында тұрады деп жалғастырады. Айта бер жарайды. Сөйте дегенде, енді анау намысына тиіп кетеді, в общем, Чарлидің. Мен ана типа адам қылдым, бұл вообще дым білмейтін, тупой еді. Мұғалімдер сияқты халықтың алдына. Мұғалімдер сияқты. Мынау тупой. И сол кезде намыстанып кетеді да, Элджернің клеткасын ашып жібереді, короче. Қашайық кеттік бірге. Элджернон үстіне мініп алады да. Жö, брат, ақша алып атымыз пенсия өкінді. Айтамыз. Не істеймін? Далада тамақта. Аптасы бір лабиринтте жүгіресің болды. Жаттап алып талай жүгірдім. Бәрін жаттап алып. Ана жерде жоқ жүр деймін, ана жақта өмір бар деп сондай диалог өтеді. Қашып кетеді екеуі. Қол ұстасып па? Қашып кетеді. И келеді ғой. Сен на ходу придумал. Сосын айтсам болады екен. И кажется десе. Кажется, қолында телефоны болды. Не істесе болады десе. Дальше сол не істеуі мүмкін ол. Тышқанмен жүгірді, дальше не істеуі мүмкін. Так, Томми Джерри. Еліне келеді. И газеттен мамасы мен сестренкасының фотосын көріп қалады. Мамасының фотосын. И мамасы ұлын жек көрген, бая қайтадан флешбектер кетеді, короче. Ұлын жек көргені, там, мамасы айтқан ғой. Ананы приютқа берейік, кімді? Чарли. Чарли да? Элджернон. Чарлиді приютқа берейік деген, папасы всегда андай, жоқ. Папасы жақсы адам болып тұр. Жақсы адам болып тұр ғой, папасы. Папасы бар ғой бірақ, бірге тұрып жатыр, иә? Ажырасып кетті. Ажырасып кетті. Папасы авторитетный болған. Поэтому пекарняға папасының авторитеті үшін алған. Иә, басын бар еді. Байқысы болған, пахан. Сосын бұл жаңағы ақша түседі ғой енді бұған үйден. И бұл кішкене есіріп, 4-комнатный квартира жалдайды. Өзі жалғыз ба? Жоқ, еще қай қалада білесің, Нью-Йоркта. Бәрсе Алматыда. Ол қашып кетсе ақшаң. Нью-Йоркта алсаң алатын шығарсың, Алматыда қиын да. Түсіп атқан түседі. Сталдың болды. Так, оны придумать етіп жазып жіберу керек екен. Ол қашып кетті, бірақ ақшасы түсіп жатыр, короче. И сол квартираның бір бөлмесінде ол Элджернонмен қайтадан анау жасайды. Лабиринт. Өздері істеген, который қайтадан флешбектар. И сол кезде анда-санда екеуі жарысып отырады. Элджернон босын ба? Жарысып жоқ та. Екеуі бірге тұра ма? Бір квартирада сонда? Бірақ комнатаны жинашты. 60-мыңнан шығарады. Айшай. Екеуіне де түсті. Подселение алса, нахуй. Алайық дейм, бір екі мысық па алайық.
қошалар жейін деп шығады еді. Бұны еще бұның соседі болады, қыз болады, күшті андай художница. Соседка. Соседка. Кішкене андай избалованная. Ішетін, шегетіні бар, клубта қыдыратын бар. Жаңағы елжерінен енді былай түрәлпет нормально. Шыққаның ба? Ойбай. Чарлидің түрәлпет нормально. Әзірім нормально, мұрты өтшеді. Екеуі әмпи-жәмпи, сосед. Әмпи-жәмпи. Бірақ кім жаңа қызға анау флешбек келмейді. Жақсы көрмегенсің ба? Оған нормально, короче. Екеуі там қол ұстасып, нормально, короче. Папасын табуға кіріседі, сосын бұл. Сөйтіп папасын табуға Ортасында 5 бала өткізіп жүр. жоқ, әдемі келеді. Ютубтағылай екіншісін көріп өткенше. Қалай 1-2 бет қағазды бір сығыда Мені көрген кезде сөйтіп келе жатады да мамасы деген кезде өткізіп жіберсін сразу уже. Сосын Марсқа келгенде Бұл ақшасын қай жерден алып жүр? Карточкасын. Жаңағы пособие түсіп отырады ғой. Қайраға Евразийский. Қай Свяжитесь с нами, да. жерден алуға? Почта, сельсоветке бір жерге барып Аспанның көгершін 15 сом түсіп тұрады. Сосын папасын іздеп бастайды. Папасы іздеп бастайды. Папасы уже жеке уже андай парикмахерский ашып алған. Нормально жүріп жатады. Бірақ андай бедный кварталда андай уже бұрынғыдай мечтать еткендей күшті бір парикмахерский емес, обычный бір қарапайым Лаура сияқты бір парикмахерский ашып алған. Ольга деген андай парикмахерский темекі шегіп тұр сыртында. Мысықтар жүретін бөйт, орамал дәл. басын жуамыз ба деп сұрайды. Жүстеген болсын. Сүлігі су. Судың ыстық суығын сен басыңа қойып тексереді. Математикалық көшірсің. Бұл бәрі керек жоқ. Бүйтеді ғой. Жылама. Иә, жыласың, шыда. Түкістемейді ғой. Жылады, иә, бұл машинка сондай. Басып тұрады да, жіберген кезде обратно бармайды ғой. Құлағын тағакенсіз тартып бүйтіп алады. Сондай парикмахерде жұмыс істеді. Сондай парикмахерский да, Чарлидің әкесі жұмыс істеп жатады. Ал бұл қалған сайын настроениең түсіп. Полный материал. Айнамен атын көрсетеді. Никогда мына жер деп айтпайсың ғой кезде. Үйге барып жуып та келіп келмесін. Сонымен сондай жерде істейді екен ол әкесі. Сөйтіп кірген кезде әкесі оны таныған жоқ Чарлины. И Чарли тоже андай айтқысы келді ішінде. Андай бірақ не айтарын білмей, андай тоже сасқалақтап шығып кетті андай. Айта алмаймын, мен сенің балаңмын деп. Просто кірді де шығып кетті. Кірді де шығып кетті. Жай шашын алдырдым. Хотя бы шашын алып. Здесь өскен ба шашы деші. Ладно. Сөйтіп әкесі барды, таныған жоқ, шығып кетті. Кетіп қалды. Үйіне бар. Тексеріп отқан. 4-комнатный квартираға. Сосын настроение түсіп кетті папасынан шыққаннан кейін и кішкене алкоголь ішті. И алкоголь ішкеннен кейін ол қайтадан андай бұрынғы отсталый жаңағы ақыл есі кем Чарлиға ауыса бастады. И ол кезде түсінді, что мен ішсем, мен сол Чарли сияқты болып кетемін, бұрынғы Чарли. И сөйтіп ішпеймін деп шешті. И бір күні өзі бір неге кафеге барып тұрады да. Кафеде отырса, бір официант тарелка төгіп алады да. Сосын бәрі күледі, клиенттардың бәрі. И бұл ойлайды, өзі ой түйеді. На самом деле, типа, ақыл есі кем адамдар емес, нормальный адамдар тупой болып тұр ғой деген сияқты. А ол нормально да, оны түсініп тұр уже. Неге түсінбейді деп адамдарға жынданады. Мен Алисамен всегда кездеспей қалып, кездесіп, сөйтіп жүреді. Интернет бар кезде. Өзі қашып отырады одан. Ана художница қызбен жүреді. Жоқ, жай. Жай былай. Үйіне бір сағат кіріп жатыр жаңағы. 10 минутқа. И, короче, осы случайдан кейін, ол... Случай деген қате? 10 минутқа келіп отырған. Соншалық көп па деп. Осы случайдан кейін ол, короче, барады да, значит, что-то не то. Мен ішсем, бұрынғы Чарлимын. Мен ішсем, мен ішсем, көзім көрмейді. Мен ішсем, көзім көрмейді. Сондықтан ішпейді. Алиса ананы звучит еткен. Ау, қош деген. И потом түсінеді, что бұл эксперимент әлі полный біткен жоқ. Мен әлі толық жазылған жоқпын. И лабораторияға қайтып оралады. И кіммен өзінің ученыймен бірге жұмыс істей бастайды да. И сол кезде кім жаңағы Алисамен кездеседі. И бірге андай
хочет, короче, андай улучшать етуге мына состояниенде өскенін түсінеді, мынау мәңгі емес екенін. Бірақ қалай екенін білмейді, сөйтіп эксперименттер жасайды, лабораторияда жұмыс істейді. Ана уже бұрынғы жаңағы художницаға уақыт қалмайды, ол художницаға көңіл бөлмейді. И чисто андай өзінің агрессияны андай жоқ жерден андай ашуланып кетеді, короче, соны байқайды. Просто нормально сөйлесіп отырады, андай бір нәрсе вспыльчивый болып кетеді, короче. И сол кезде ол түсінеді, блин, опасно дейді, короче. Қастан! Бұл моментте Элджерн Яй, бля. Отыр. И ол кімнен сұрайды, а если мынау эксперимент сәтті болмаса, не болады деп сұрайды кімнен? Ученыйдан. И ученый айтады, эксперимент дұрыс болмаса, біз сені жынданханаға жібереміз дейді. Чоррен дейтін. И ол соған дайын болды. Мен дайынмын деп айтты. Ну, бірақ дайын емес, но в целом мен дайынмын. Мен главное осы эксперимент істелінгеніне қуаныштымын деген сияқты. Мен бір сәтке болса андай умный болғаныма. Бұл моментте Элджерн қуа бастайды. Уже өте алмайды. Ол да жынданып. Ол да спортивный көкелеш. Тамақ ішпеймін. Коньяк бар. Кішкене коньяк. Лабиринтте уже өте алмайды ол. Қуа бастайды. Ол неге өте алмай қалды? Ол эксперимент, ол, короче, Элджернонға бұрын жасаған ғой. Элджерноннан кейін уже кімге Чарлиға жасаған. И сөйтіп Элджернонның андай тамақ, ол уже тамақ отказываться етеді, тамақ жемейді. Уже лабиринттен өте алмайды. И сол кезде бірақ Чарли өзінің ең пигына жетеді, умственный. Ол сол кезде кімнің құлдырау сәтті басталса, Элджернонның наоборот, ой, то есть пигі басталады, ол өте умный болады. И сол кезде ақша жинап сондай. Подушка безопасности. И ол 26 тамыз күні ол өзінің Немор профессордан ошибка табады, короче. Осы эксперименттен ошибка табады. Бұл жерде осындай ошибка болған. Кім келіспейді онымен? Немор. Немор. Сен в смысле, сен вообще неге маған менен ошибка табасың сияқты? Қ деген әріпті жазып тұрдың. 15-ші қыркүйек күні өте ауыр күн. Өткені 15-ші қыркүйек күні Элджернон қайтыс болады. Артқы аулада оны Чарли көмеді өзі. Бір группен. Бір қызатта. Бір арым қызы. По-любому. Или кішкентай күрекпен көп қыз. Өзінің мамасымен кімді қарындасын табады. Олар әлі бірге тұрып жатыр екен, бірақ мамасының андай старческий маразм деген қазақша қалай? Кәрілік алжу ғой. Кәрілік алжу. Қарындасына өте қиын екен мамасына қарау. И ол Чарлині көрген кезде, Чарли уже андай бұрынғыдай емес, прям ақыл есі кірген, умный, и сөйтіп қуанады. Көмекші пайда болды деген сияқты. Бірге тұрамыз, мамасына қарайды деп. Комтал бар деп, Нью-Йорктың ортасында деп. Шыққан өлді как раз. Бір комната болсын. Рус кезей шыққан өлді. Сөйтіп Гордон андай уәде береді, мен пока қолымнан келгенше көмектесем сендерге дейді. И уже андай тез қарқынмен Гордонның IQ-сі түсе бастайды. И ең прикольный осы. Қазіргі жастар құсап па? Тик-ток қараған ғой, жатып алып. Гордон деген Чарли ғой, ең прикольный достар, андай кітапты оқисың ғой, басында қателер, прям қатты қателер болады да, и эксперименттен кейін ақырындап қателер азаяды да, азайып, прям қатты, прям үтір леппелге дейін прям идеально жаза бастайды. Диалог, жақша қойып, андай уже ақыл есі кіргеннен кейін. И уже андай мамасымен кездескеннен кейін қайтадан уже ошибкалар пайда бастайды. Отчет жазғанда қиналады, андай ауырат басы, сондай деңгейге жетеді. Бұрын оған еще көп кітап оқи бастады, жаңағы ақыл есі кірген кезде. И бірақ жаңағы сәттен кейін уже бұрын оқыған кітаптары түсінбейді, андай оған уже ұнамайды олар. Бүйтіп кітап андай сөзін мамасымен кездескен андай переворот болып тұр ма? Сол сәттен кейін. Менің ойымша әкесімен кездескенде бір момент жүріп болған секілдісіңдер, потому что андай әкесімен кездескеннен бір ситуация болған секілді. Әкесі айттым ғой, андай настроение түсіп іш кетті. Ішкеннен кейін ол уже андай бұрынғы Чарли пайда болды. Андай ішкеннен кейін андай өзін ұстай алмайтын сондай Чарли пайда болды. Бір әкесін көргеннен кейін бір ожиданиясы орындалмай қалды ма? Сол үшін скорее. Ол ойлаған шығар, әке мені таниды, андай бесплатно айфон шашалам алып деп береді тұрған деген кезде сияқты. танымайды. Но ондай болған жоқ. 1500 теңгесін берді. Әкем мені танып шашымды тегін алып береді.
Алиса бұның үйіне келеді. Алиса енді анау көреді ғой кішкене не то болып жүрген. Сосын Алиса келіп үйінде болады 1-2 апта. Көмектесіп, жағдайын жасап. Бірақ бұда Алисаға баяғыдай флешбек уже болмайды. Шошымайды. Нормально уже, нормально қарайды. И сөйтіп отчет жазған кезде уже жаңағы профессорға апарған кезде қателер көреді, и профессор да қателерін байқайды. И сол кезде ол операцияға дейінгі сияқты болып кетеді. Болып кетеді да, қайтып, анау жұмысқа барады, уборщик болып. Ол жақта бірақ уже коллегалар күлмейді. Нормально. Қабылдайды. Клоунский костюм жуып тастаған грим. Обычно көрекпен. Сонымен қайтадан баяғы Чарли болып қалады. Иә, и когда ол бұрынғы Чарли болып кеткен кезде, жаңағы коллегалар бұрынғыдай оған нормально относиться етеді, прикол ұстайды, и оған ол қайтадан прикол сияқты. И сосын Ең қызық жері қазір болады. Естімегенсің? ең соның кішкене ауырлау, ол уже бұрынғы Чарли сияқты болып кетті, отчеты да. Сонда оған көмектесе алмаймыз деді, бұл Болды уже. эксперимент провален. Элджернон нәтижесін берген жоқ, и ол былай жазды. Я не знаю почему, мен сразу аударып отырайын қазақша. Мен неге екенін білмеймін, бірақ мен бұрынғыдай глупый деген қазақша ғой? Ақмақ. Сразу аударып отырған. Мен неге екенін білмеймін, бірақ мен қайтадан ақымақ болып кеткен сияқтымын. Мүмкін мен қатты тырыспағандықтан шығар, әлде біреудің көзі тиді. Бірақ мен бұрынғыдай тырыссам, мүмкін мен қайтадан ақылды болып кететін шығармын. Мен есімде андай кітапты түсініп оқығаным, бірақ қазір сол кітапты мен оқи алмай жатырмын дейді. А көзімді жұмсам, мен сол кітапты қайтадан есіме түсіре алмай жатырмын дейді. Честное слово, я буду стараться стать умным, чтобы мне снова стало хорошо. Как здорово знать и быть умным. И я хочу знать все в мире. Я хочу стать умным сразу. Если бы я мог, я сидел бы и читал все время. Спорим, что я первый слабоумный в мире, который сделал кое-что важное для науки. Я сделал что-то, я не помню что, уже андай, есіне қалмайды. Мне кажется, я сделал это для всех людей, как я. Прощайте, мисс Киньян и док Штраус, и все-все. По скриптам, пожалуйста, скажите профессору Немуру, чтобы он не обижался, когда люди смеются над ним, и тогда у него будет много друзей. Очень легко иметь друзей, если разрешаешь смеяться над собой. Там, где я буду жить, у меня будет много друзей. По скриптам. Пожалуйста, если сможете, положите на могилку цветы для Элджернона на заднем дворе. Осы күшті. Бітті ма сонымен? Сөйтіп өз-өзіне қол жұмсаған ба? Жоқ, оны жындаған қана қалды. Бағана ғана. Өзім жалғыз Дэниел Киздің аруағына шапалақ ұрып тұрып. Аруағына деймін, тірі ма ол кісі? Дэниел Киз тірі шығар, но Элджернон Көре салшы, Элджернон Қайтыс болды. на заднем дворе. осындай кішкене ауыр кітап, но біз неге толық айтқан жоқпыз андай подробностьтарын жаңағы сендер сұрап отырсыңдар ғой. Адамдар өздері оқыған дұрыс бұл мынандай кітапты. Спойлер дейді қойғаннан кейін. Жоқ, негізі спойлерда емес мәселе. Эксклюзивность анада ғой. То, что Дэниел Киз ақыл есі кем адамның атынан жазғаны ғой. Иә. Қалай типа ол ақыл есі кем болып ақыл есі бәрі келіп, умный болып кеткен, қайттан спатқа кеткен бәрін. Соны өзің оқу керек сияқты по-любому. От первого лица. Күшті прям. Қаншама явно описаниялар бар анда, қандай оның эмоцияларын бәрін описывать етеді, соның бәрін өзің оқу керек. Өте күшті. Қасындағы соседкасымен біраз бар. Сіздер оқу керек нәрселер біраз нәрсе бар. Маған қызық болған, сен бастадың да, соседкасы бар осындай деп. Қандай екенін айтты бітіре салды, екі-ақ сөз. Бірақ әмпи-жәмпи болды деген түсініксіз оқып қалды. Ол, короче, үйіне келіп. Жоқ, айтпа. 4 комнатасы бар енді ол. Құр әмпи-жәмпи болды. Бір-бірінің үйіне барып, шампанский ішіп. Бұл кітапты біз тілегенге сыйлаймыз. Не, жақсы, өте жақсы. Маған ұнады. Саған ше? Маған қызық болып кетті. Саған ше? Даже Мен ортасына дейін оқығам. Давай шет жағасын білсем де, бірақ қайтадан оқығым келіп тұр. Давай. Біз Талғат екеуміз бұл кітапты оқыдық. Енді сіздер оқымадыңыздар. И в целом Рахмет, бетімізге басқан үшін. впечатление қандай? Стюарт Литл, сізден бастайық. Күшті. Жақсы екен, бұның сөз байлығы, иә? Кітап оқу керек маған. Ансаған сен впечатление қандай? Өте күшті.
жақсы өте жартысын оқыған адам. жоқ эмоция қандай күшті емес эмоция анау качеля сияқты ғой анау бүйтіп біресе бүйтеді біресе анау IQ жоғарылаған сайын бізде бүйтіп эмоциямыз бүйтіп түскен сайын былай бұл качеля да и уайымдап отырады екенсің иә жаның ашып кетті бір жақсы болып кетсейші мына да барлығы деп сондай ол білесіңдер ма андай ақыл есі бүйтіп түсіп кетсе да бәрібір бақытты болып қалды ғой ол бір кездері қатты ақылды болған есінде қалмайды да Қатты ақылды болған кезде ол раздражительный болады да, ана күлгендерге бүйтіп раздраженно жауап беріп, достарын потерял деп соңында айтып отыр ғой. негізде ол жерде Типа, умейте над собой смеяться и давайте людям... негізі астары бар секілді негізінде Бар ғой, оны бет алды кітап жазып просто әшейін жай ғана ақылды болып кетіп потом андай ақыл есі кеміп кеткенде емес, одан да ар жағында адамдардың дені дұрыс адамдар керісінше ауру деген Оның астарын біз айтпайық, оның астарын комментарийда жазып кетті. Камераға жұмыс істейтін мен ғана. Сахит, сенің эмоцияң қандай? Менде бірақ эмоция болып отырды, мен оқығым келіп отырды, өзім лично. Сендер басында қызықтырып қойдыңдар да, мынау қатемен жазылған ақыл есі кем адамның атынан деп. И мен именно өзім оқығым келіп тұр, қалай жазған, ол интересный сияқты қатты. Сондықтан мен бастай берейін әкел. бастай берем А эмоциялар сосын білмеймін қазір. Жоқ, біз эмоциямызды айттық, жаңағы аңсаған, тілеген, Сахит. Сіздер де өздеріңіз эмоцияларыңызды астыға комментарийға жазсаңыздар болады. И қымбатты достар, ең күшті нәрсе Дэниел Киздің «Цветы для Элджернона» кітабын біз сіздердің араларыңызда ойнататын боламыз. Давайте ойлап табайық, қандай Комментарийда ма? Ең күшті комментарий қандай? Мен оқығым келеді деген комментарийді қалдырсын. Шексіз. Сосын рандомайзер арқылы кімге түседі? Жоқ, кімге сол қай комментарийға түседі? Сондай сөзі бар. Мен осы кітапты оқығым келеді деген. Соған сыйлаймыз. Мен оқығым келеді деп любой комментарий жазған адамның арасынан біз бұл кітапты ойнататын боламыз. Және де біздің қонақ аңсаған аңсаған қолы болса керек емес десе. Рандомайзер арқылы. Аңсаған өзінің қолын. Ол комментарийді барынша көп жазсаң, сонша шанс көбірек болады. 10 рет жазсаң, 100-ден 10 деген сияқты. Аңсаған 50 рет жазсаң, 100-ден 50. Өзінің подписіне бір кішігірім тілек, бір сөйлем типа. Дұрыстау оқы. Прикольный бір. Пожелание. Оқы деп андай сондай. Оқы және оқы деп. Қымбатты достар, аңсағанның тілегі және қолы. Не деп жазғанын айтпа. Не деп жазғанын. Ұтқан адам ғана көрсетпеңіздер, достар. Көрсетпеңіздер, достар. Сіздермен бірге болған оқу керек еді жобасы қонақта Аңсаған Садырханов және де «Цветы для Элджернона». Саха. Аңсаған, Талғат, Сахит, мен Асхат және Тілеген. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Андай өтірік креативпен бітірсе. Андай кітап. Just trying to get something.